Мақтақыз бен мысық. Баяғыда бір мақтақыз бен мысық дос болыпты. Бір күні мақтақыз үйін жинап жүріп мейіз тауып алады. Мақтақыз мейізді мысығына берейін деп мысығын шақырады. Мысық келмей қояды. Мақтақыз келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Мақтақыз мейізді жеп болған соң мысығы неге шақырдың дейді. Мақтақыз айтпай қояды. Сонан соң мысық ендеше мен сенің қатығыңды төгемін дейді. Мақтақыз онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтақыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық апа құйрығымды қайтаршы дейді. Мақтақыз онда сен менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр маған қатық берші дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, маған жапырағыңнан берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп берсең, жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Мысық, қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, сен маған жұмыртқа әкеліп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, сен бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді қайттым деп келе жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салып, жаныңның барында айт, ініңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды қыздарға апарып береді. Қыздар оған су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтақызға береді. Мақтақыз мысықтың құйрығын қайтарады. Сөйтіп мақтақыз бен мысық қайтадан дос болыпты.